Баршаңызға сәлем. Мен бүгін өте дәмді әрі дайындалу оңай тефтели рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін алдымен бір кесе күрішті жуып, ыстық суға шалап пісіріп аламыз. Бір пиязды турап, қазанға май құйып, пиязды қуырамыз. Пияз қуырылып болғанша фаршымызды даярлай берсек болады. Бір пиязды ұсақтап етіп турап, бір жұмыртқа қосып, және суытылған күрішімізді қосып дайындаймыз. Осы кезде пиязда қуырылып болады. Оған бір кесе лечо қосуға болады. Осылайынан дәмді әрі тез болады. Қалауларыңызша дәмдеуіш қосуға болады. Мен қуырдаққа деген дәмдеуіштен қостым. Енді ары қарай фаршымызды дайындаймыз. Оған кішкене қасықпен бір қасық тұз және бұрыш қосып, фаршымызды жақсылап тұрып араластырамыз. Фаршымызды дайындап болғаннан кейін жаңағы подливті ары қарай дәмін көреміз. Тұз жетіспесе кішкене қасықпен жарты қасықтай ғана тұз қосып, подливті араластырып, үлкен кесемен бір кесе су құйып, подливті қайнатамыз. Су қайнағанша ары қарай тефтелімізді жасаймыз. Видеодағыдай етіп домалақтап қайнаған подливке саламыз. Тефтеліміз пісқанша макароннан гарнир жасаймыз. Үлкен кесемен бір кесе макаронды суға қайнаттым. Осылайша 4 адамға жетіп тұр. Енді жарты сағаттан кейін тефтеліміз дайын болады. Міне тефтели дайын. Ас болсын.